Тоқтаңыз, бұл маңызды. Оңтүстік-шығыс Азиядағы ең қанды қақтығыстардың бірі ресми түрде тоқтатылды. Сенбі күні Таиланд пен Камбоджа соғысты тоқтату туралы тарихи құжатқа қол қойды. Бұл туралы екі елдің қорғаныс министрліктері ресми мәлімдеме жасады. Бұл жай ғана қақтығыс емес еді. 20 күн бойы тараптар ауыр артиллерия мен зымырандарды қолданды. Ресми мәліметтерге сүйенсек, кем дегенде 101 адам қаза тауып, 500 миллионнан астам бейбіт тұрғын үйлерін тастап қашуға мәжбүр болған. Бұл соңғы 10 жылдықтағы ең ауыр соғыс. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін ақш президенті Дональд Трамп пен Малайзия премьер-министрі Әнуар Ибрагимнің қатысуымен жасалған келісім желтоқсан айының басында бұзылған еді. Осы аптада Куала-Лумпурде өткен ASEAN елдерінің шұғыл жиынынан кейін ғана тараптар ортақ шешімге келді. Келісім шарттары қатаң, әскерлер жылжытылмайды, бейбіт тұрғындарға күш қолданылмайды. Таиланд 72 сағат ішінде тыныштық сақталса, тұтқындағы 18 сарбазды қайтаруға уәде берді. Келісімнің орындалуын Оңтүстік-шығыс Азия елдерінің қауымдастығы бақылаушылары тікелей қадағалайтын болады. Бір ғасырдан астам уақытқа созылған бұл шекара дауы әлі де толық шешілген жоқ, бірақ бүгін бейбітшілікке үлкен қадам жасалды. Біз ресми дереккөздерден ақпарат таратуды жалғастырамыз. Әлемнің барлық жерінде тыныштық болсын. Өз пікіріңізді жазыңыз. EBB News'ке жазылып, әлемдік маңызды оқиғалардан хабардар болыңыз.